Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 2-ші сынып 34-ші сабақ санамақтар менің мектебім бөлімі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты үлгі бойынша санама құрастыруды үйренесің, өлеңдегі негізгіді анықтайсың. Көп нүктенің орнына тиіс сөзді қойып санамақты оқы. 5 саусақ, бас бармақ бұл білім, ардақты ана тілім, сұқ саусақ мектеп, жетілерсің көктеп. Ортаңғы саусақ ара, көтерілем күнара. Шілдір шүмек туған жер, ойын сауық құрған жер. Кішкене көбек балапан, кең жазылған алақан. Тұрсын елеусіз ұлы. Абдрахман Асылбеков ақын, қазіргі Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында дүниеге келген. Ақын балаларға арнап тамаша өлеңдер жазған. 2-ші тапсырма түсінік оқы. 1 дегенің білім, білім жарық күн. 2 дегенің еңбек, еңбек бәрін жеңбек. 3 дегенің үміт, үмітсіз жоқ жігіт. 4 дегенің талап, талмай тұғын қанат. 5 дегенің бірлік, бірліксіз жоқ тірлік. 6 дегенің арман, атар таңның алдан. 7 дегенің жігер, жетер жерін білер. 8 дегенің сенім, сүйен үшін сенім. 9 дегенің талғам, тура жолға салған. 10 деген отан, отанды сүй, отан. Өлеңнің алды санына байланысты жолдарын үлгідегідей өзгертіп жаз. 1 дегенің білім, білім жарық күнім. 2 дегенің еңбек, еңбек бәрін жеңбек. 3 дегенің үміт, үмітсіз жоқ жігіт. 4 дегенің талап, талмай тұғын қанат. 5 дегенің бірлік, бірліксіз жоқ тірлік. 6 дегенің арман, атар таңның алдан. 7 дегенім жігер, жетер жерін білер. 8 дегенім сенім, сүйен үшін менім. 9 дегенім талғам, тура жолға салған. 10 дегенім отан, отанды сүй, отан. Қорытындыла. 4-ші тапсырма ақын санама өлең арқылы балаларға не айтқысы келді? Ол балаларға адамның бойындағы асыл қасиеттер туралы айтқысы келді. Өзіңе ұнаған санамақты жаттап айтып береміз. Сау болыңыздар, жарайсыздар.